Hayırlı күн, балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы санды және әріпті өрнектер. Өрнектерді түрлендіру, күн мен ай. Бүгінгі сабақта санды және әріпті өрнектерді түрлендірумен танысамыз. Күн мен ай туралы білімімізді толықтырамыз. Күн жүйесінің орталық денесі. Ол жерге ең жақын жұлдыз. Күн қызған газды шар. Күннің жердегі тіршілігі үшін маңызы зор. Ол жерге жарық береді және жылытады. Мына бейнефильмге назар аударайық. Күн жерден 100 есе үлкен және оның салмағынан 333 мың есеге көп. Күннің орасан салмағы ғаламшарлар мен күн жүйесінің басқа денелерін өз орбитасында ұстап тұратын үлкен тартылыс күшін тудырады. Күннің ішінде лаулап жанған газдар орасан зор мөлшердегі энергияны одан жылу мен жарық түрінде шығарады. Күннің жарығы ай сияқты күн жүйесіндегі басқа денелермен шағылысып, бізге оларды көруге мүмкіндік береді. Күн біздің ғаламшардан 150 миллион километр қашықтықта болғанына қарамастан, күннің энергиясы жердегі тіршілікті жарық және жылумен қамтамасыз етеді. Күн жер серігі сияқты күн жүйесінің басқа нысандарына жарық беріп, және кеңістік арқылы миллиондаған километр қозғала алатын қуат көзі болып саналады. Күннің жарығы атмосферада өзгерістер туғызып, ғаламшардың түрлі бөлігін қыздырады. Күннің жарығы қуат көзі ретінде қарастырылады. Ол суды жылыту немесе электр тоғын өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін. Өсімдіктерге қоректену үшін күннің жарығы қажет. Жануарлар өз кезегінде қоректену үшін өсімдіктерге тәуелді болады. Осылайша, жердегі бүкіл тіршілік күннің жарығына байланысты. Ай табиғи серік. Айдың жерді бір айналып шығуына 28 күн уақыт жұмсалады. Ол сағат тіліне қарсы қозғалады. Бізге айдың күн жарығымен шағылысатын бөлігі ғана көрінетіндіктен, оның сыртқы түрі айналған сайын өзгеріп отырады. Біз оны айдың жерді айнала отырып, орны өзгергенде байқаймыз. Ай жер мен күннің арасында болғанда, ол мүлде көрінбейді. Ай жерге қарама-қарсы жақта тұрғанда, біз толған айды көре аламыз. Кейде айдың кішкентай ғана бөлігі көрінеді. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Күн орақ болып туады, табақ болып тынады. Ай, ендеше мына есепте мәні бірдей өрнектерді дұрыс тапсақ, күн, ай сөздерінің ағылшын, орыс тіліндегі аудармасын білеміз. 5 қосу 4 көбейту 3 болады 27. 5 көбейту 3 қосу 4 көбейту 3 болады 27. Ендеше бұл өрнектер бір-біріне тең екен. Яғни күн, ағылшынша сан, орысша солнце. Келесі өрнекке қарайық. 9 азайту 5 көбейту 3 болады 12. 9 көбейту 3 азайту 5 көбейту 3 болады 12. Ендеше олар бір-біріне тең екен. Яғни ай, ағылшынша moon, орысша луна. Олар неге бірдей мәнге ие? Қосындыны санға көбейту үшін осы санға әрбір қосылғышты көбейтіп, алынған көбейтінділерді бір-біріне қосуға болады. А қосу В көбейту С тең А көбейту С қосу В көбейту С. Бұл көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиеті.
Айырманы санға көбейту үшін осы санға азайғыш пен азайтқышты көбейтіп, бірінші көбейтіндіден екіншісін азайтуға болады. А азайту В көбейту С тең А көбейту С азайту В көбейту С. Бұл көбейтудің азайтуға қатысты үлестірімділік қасиеті. Мына өрнекке қарайық. X қосу X қосу X қосу X. X неше рет алынып тұр? 4 рет. Бұл өрнекті басқаша қалай жазуға болады? 4 көбейту X немесе 4X. Есіңде сақта. Нәтижесінде әлде қайда қарапайым өрнек алынатын түрлендіру өрнекті ықшамдау деп аталады. Енді есептің шарты бойынша өрнек құраймыз. Үстел үстінде 3 түрлі қорап жатыр. Бірінші қорапта бірнеше қарындаштар, екіншісінде одан 2 есе артық, ал үшіншісінде біріншіге қарағанда 3 есе артық қарындаш бар. Қарындаштардың санын көрсететін өрнектер жазамыз. Бірінші қорапта X қарындаш, екінші қорапта 2X қарындаш, үшінші қорапта 3X қарындаш бар. Бірінші, екінші, үшінші қорапта барлығы X қосу 2X қосу 3X қарындаш бар. Үлестірімділік қасиетті пайдаланып, осы өрнекті түрлендіреміз. X дегеніміз 1 көбейту X қосу, 2X 2 көбейту X қосу, 3X дегеніміз 3 көбейту X тең болады. Сандарды қосамыз. 1 қосу 2 қосу 3 көбейту X тең 6 көбейту X тең 6X. Яғни барлық қораптарда 6X қарындаш бар. Біз X өрнегіне қарайық. Бұл 5 саны мен X әрпінің көбейтіндісі. 5 саны сандық көбейткіш, ал X әрпі әріптік көбейткіш деп айтылады. 2X қосу 3X өрнегін ықшамдап, яғни 2 көбейту X қосу 3 көбейту X-ті 2 мен 3 санын қосып, ал әріптік көбейткішті өзгеріссіз жаздық. Сонда 5 көбейту X тең болады 5X болды. Әріптері бірдей өрнектерді қосуға және азайтуға болады. 3A қосу 5A тең болады 8A. Есіңде сақта. 3X қосу 5A өрнегін ықшамдауға болмайды. Қазір кім зерек ойынын ойнаймыз. Бұл ойында әріпті өрнектерді түрлендіріп, жылдам ықшамдап, мәнін тапқан оқушы күндей жарқырайды. 11Y азайту 3Y болады 8Y. 8Y азайту 5Y болады 3Y. 7X қосу 2X болады 9X. 13S азайту 3S болады 10S. 10E қосу 7E болады 17E. 18A азайту 8A болады 10A. 9A қосу 6A болады 15A.
Жақсы. Бүгінгі сабақта санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді жақсы түсіндік. Биылғы жылы қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы өтеді. Сабағымызды ұлы ақынның «Желсіз түнде жарығай» әнімен аяқтайық. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Қалың ағаш жапырағы сыбдырласып үнсіз, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Назарларыңызға рахмет.